Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен тағы да Шерзат Мұратович. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Алланың ұлы айы, мұсылман халқының тамаша бір айының бірі. Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла әрқашанда қолдасын. Сабыр тілеймін барлықтарыңызға, иншалла. Енді бүгін сіздермен бір тамаша тақырыпта сөйлесейін деп отырмын. Яғни осы уақытқа дейін өзінің себептерін таппаған, яғни жауаптарын таппаған сұрақтарыма жауап тауып, қазір таңда осы видеоны сіздер үшін шығарып жатырмын. Білесіздер, мен сетевой бизнесте жұмыс жасаймын. Мені білетіндер ол туралы жақсы біледі, ал білмейтіндерге тағы айтып кетейін, мен сетевикпін, оны мақтанып айта аламын сетевикпін деп. Сетевой бизнесте жұмыс жасап жатқаныма 5 жыл болды, иншалла, Құдай қаласа, мінекей биыл. Енді бүгінгі тақырыбым қалай? Не үшін өзімнің негізгі жұмысымды тастап сетевой бизнеске келдім? Не үшін бұл сетевой бизнесте қалдым мен? Осы сұрақтарға мен бүгінгі таңда жауап тауып отырмын. Яғни керемет 3 себебін таптым. Жұмысты тастап сетевой бизнеске келгенімнің 3 себебі, ең главный себептер. Енді былай қарасаңыздар, мен бұдан 5 жыл бұрын мебельмен айналысқанмын. Яғни мебельный цехта мебельщик, сборщик, яғни мебель жинайтын адам болған. Сол кезде примерно менің жалақым қазіргі курспен есептегенде 250-300 доллар болған. Енді өздеріңіз былай есептеп көріңіздер, где-то бір 100-130 мың теңге арасында. Солай ақша тауып жүрген болғанмын сол уақытта. Енді бұл әрине жақсы ақша, оны жаман деп айта алмаймын. Бірақ та шынымен де мойындау керек та ол нәрсені. Ол 100-150 мың теңге ақшамен қазіргі таңда өз армандарыңызға, бала-шағаңыздың армандарына жұмыс жасай алмайсыз. Никогда жетпейді ол. Әрине бір жерден қосымша ақша келу керек. Сол 2016 жылда маған осындай мүмкіншілік ұнады, яғни мүмкіншілік жолықты, яғни сетевой бизнес. Мен сетевой бизнеске келуімнен бұрын вообще түсінбегем сетевой бизнес не екенін. Вообще мүлдем түсінігім болған емес, білімім болған емес. Вообще. Сол кезде маған айтты, сен деді, өзіңнің жұмысыңды тастамай қосымша табыс көзі ретінде істей аласың деді. Маған осы жер ұнады. Өйткені мен өзімнің 250-300 доллар ақша тауып жатқан жұмысымды тастай алмаушы едім. Өйткені мына жақта істесем, мен оған ол ақша келмейді. Мен сол үшін бір бизнесте или жұмысты бастауға қорқушы едім. Ал маған осы нәрсе ұнады, қосымша істей аласың, мүмкіншілік бар. Күніне 2-3 сағат уақытын бөле аласың болсаң, все, саған дополнительный қосымша табыс көзі болып кіреді деп. Сонда мен ойладым, 250-300 доллар, мысалы, еще қосымша тағы бір 100-200-300 доллар ақша тапсам, это нормально же деп. Мен солай шешім қабылдап, қосымша жұмыс істей бастадым. Содан кейін ақырындап уақыт өте келе, мен бұл бизнестің тамаша екеніне көзім жеткеннен кейін мықты себептерін таптым. Ол себептердің біреуі біріншісі денсаулық. Әрине, бұл денсаулық әр адамға қажет. Денсаулығыңыз болмаса, білесіз қалай боласыз. Бір жеріңіз ауырып тұрса, жұмысқа деген бір ешқандай настроениеңіз болмайды, көңіл күйіңіз болмайды, дұрыс па? Енді өзіңіздің айналаңыздың адамдарға мән беріп көріңіз, көз салып көріңіз, сондай ауру адамдар бар ма? Олардың өміріне қарап көріңіз, қалай, қызық па или қызық емес па? Жақсылап ойланып көріңіз. Әрине, ол әр адамға ұнамайды. Өйткені дені сау болып, жұмыс істеп, өмірден рахаттанып жүргенге жетпейді ғой бәрібір. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде мен денсаулық мықты болатындай мүмкіншілікті алдым. Ол бірінші орында себеп. Екінші орында бұл свобода, яғни бостандық. Білесіздер, қазіргі таңда сол проблема адамдарда. Өйткені мен өзім бір нәрседен қатты қорқатымын. Мысалы, не үшін өзімнің өмірімді өзім басқара алмаймын? Не үшін өзімнің өмірімнің архитекторы бола алмаймын? Өз өмірімді өзім не үшін сыза алмаймын? Қалағанымдай, арманымдағыдай қылып не үшін сыза алмаймын? Не үшін мен өмірімді солай өткізбеймін? Осы нәрсе мені постоянно қинаушы еді. Соның жауабын таппай, жолын таппай жүруші едім. Осы сетевой бизнес маған көмек берді. Қазіргі таңда мен өз өмірімнің өз архитекторымын. Қалаған өмірімді сызамын, қалағанша өмір сүремін. Ешкімнен рұқсат сұрамаймын, ешкімге тәуелді емеспін, мысалы, өз өміріме өзім қожайынмын. Маған осы нәрсе ұнады, осы бостандық. Негізінен бостандық деген нәрсені түсініп алу керек та. Бостандық деген нәрсе бұл жай ғана суббота воскресенье демалу емес. Или болмаса жылда бір рет бір шетелге шығып келу емес. Бостандық это вообще басқа нәрсе. Оны ақырындап түсінсеңіздер білесіздер. Ол туралы да бір видео шығарамын, Құдай қаласа. Содан кейін екінші себеп бұл, үшінші себеп бұл финанс, яғни ақша табу жолы. Мысалы, мен мебельде 24 сағат уақытымды өткіздім. Бұл жерде де сол 24 сағат уақытымды өткізіп жатырмын. Бірақ та екеуінің арасында ат пен түйедей разница бар. Не үшін? Мысалы, ол жерде мен 200-300 доллар ақша табуды үйренген болсам, ал мен сетевой бизнесте айына 3.000, 5.000, 10.000 доллар ақша табатын мүмкіншіліктерді қолға алдым. Қараңызшы, қандай разница бар. Ол жақта да сол уақыт, бұл жақта да сол уақыт.
бірақ та үлкен айырмашылық болып отыр ортада. Значит, осы үш себеп: денсаулық, бостандық, свобода и финанс, ақша. Осы үш себеп именно сетевой бизнесте бірге жүреді екен. Қараңызшы. Ал өзіңіз былай ойланып көріңіз, қай бизнес или қай жұмыста осы үш себеп бірге жүреді? Ең маңызды себептер: денсаулық ең маңызды, уақыт ең маңызды и финанс ең маңызды қазіргі заманда. Осы үш себепті кез келген жұмыстан атқарып іздеп көріңізші. Бірге таба аласыз ба? Әрине жоқ. Или уақыт болмайды, или денсаулық болмайды, или финанс болмайды. Бірге жүре алмайды үшеуі. Обязательно или екеуі, или біреуі жүреді. Көрдіңіз ба? Осы үш себеп мені осы бизнеске алып келді. И өмірімнің соңына дейін осы бизнесте қалатындай мүмкіншілік берді. Сондықтан достар, егер де сіздердің де араларыңызда осылай екі ойлы болып жүрген адамдар, сетевой не үшін вообще сетевойды істеуім керек мен? Оған деген себеп қандай десеңіздер, осы видеоны көріңіздер, осы үш себепті жақсылап тұрып біліңіздер. Сол кезде сіздер түсінесіз сетевой бизнес қаншалықты маңызды бизнес екенін. Сетевой бизнеске қазіргі таңда бір тең келетін де бизнес жоқ екенін сол кезде түсінесіздер өздеріңіз. Оны мен сөзбен айтқанмен, адам ол нәрсені өзі сезініп көрмесе, одан түк те пайда жоқ. Енді мысалы мен өзімнің командама, мысалы менің командама келген адамдарға мен тамаша мүмкіншіліктерді беремін. Өйткені біздің істеп жатқан система, стратегия, пландарымыз өте керемет. Яғни менің командама келген адам бір жылдан кейін стабильно 1000-2000 доллар айлыққа шыға алады. Стабильно. Бір жылға дейін әртүрлі 200, 300, 500, 700, 800 доллар ақша таба алады. Ал бір жылдан кейін стабильно 1000 доллардан ары қарай ақша табады. Өйткені бізде пландар бәрі соған алып бара алады. Сондықтан, егер де қандай сұрақтарыңыз болатын болса, әрине мен осы видеоның астына WhatsApp, Telegram номерлерімді қалдырамын, маған ішкі қоюларыңыз болады. Қандай да пікірлеріңіз болатын болса, комментария жазып қалдырыңыздар. Обязательно подписка басып қойыңыздар, подписка болып, лайк басуды ұмытпаңыздар. И содан кейін қоңыраушаны обязательно басып қойыңыздар. Себебі жаңа видеоларымыз бірінші болып сізге жетіп бару үшін. Достар, сіздерге бұл видеом өзінің кішкентай болса да көмегін береді деген үміттемін. Егер беретін болса көмегін өте қуанышты боламын, иншалла. Тағы да бір рет оразаларыңыз қабыл болсын, Алла ниеттеріңізді қабыл етсін. Келесі жыл осы ораза күндеріне, Рамазан айларына бәріміз төрт көз түгел жете берейік, иншалла. Келесі видеоларда тағы да кездескенше сау саламат болыңыздар.